Қайырлы күн, қалайсыздар? Жақсыздар ма? В общем, бірдеңке білдірейін деп жатырмын. Бұл жолы рас, бұл жолы шын болады. Бүгін ертең деп айтпаймын, бірақ аняқ. Ең бастысы бірге болыңыз. Қолдауларыңыз қажет, достар. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Короче, в общем, бітпейтін қу тіршілік қой. Қазір бір жерге келдім. Жасыратын ештеңесі жоқ, достар. Несіде тұр, коробкалар тұр, бір кішігірім база ғой енді. Жұмыс істеу керек, жатпау керек негізінде. Мен барлықтарыңыз білесіздер, чаймен айналысам, және де дополнительный тағы бір жақсы бір жұмысқа кірісейін деп жатырмын. Адамға пайдалы. Кеттік. Қаднай, жұмыстың жаңағы аяқталуының бір 50%-ын дәл осы техника бітіретін болады. Кір-кір болып тұр енді, жуып, ретке келтіреміз, бәрін қалпына нетіп, осы техникамен біраз шаруа бітіретін боламыз. Сенің айналыспайтын дүниең жоқ деп айтатын жандарға тағы да мен көрсеткім келеді. Толығымен сіздерге келесі историяларды көрсететін боламыз. Ал баршаларыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Мен негізінде денсаулыққа өте кішкене халатына қарап кеттім соңғы кездерінде. Ол бірінші аяқпен связаны негізінде. Алдында аяғым сынған кезде 14 күн гипс тағып, до конца емдемей, в общем, лақтырып алдым негізінде. Қазір аяғымды емдеуге кірістім, тоқ алып жатырмын, кальцийлерге бәрін. В общем, ауырып жүр енді аяғым. Сол үшін жаңа батқаннан кейін кірісе бастадық. Өздеріңізге қарап жүріңіздер, денсаулық аманат деп айтам. Мен косметика магазинінен шықтым, неше түрлі косметикалар алдым. Енді көрсетіп боламын не алғандарымды. Енді, короче, андай нәрсе ғой, дала өте ыстық. Сонымен көп далаға да шыққым келмейді. Сосын еще мен директорды ашып оқысам, маған жазыпты, бірнеше адам жазыпты. Неғып сыртқа шықпайсыз, ылғи үйден сторис саласыз, сыртқа шығуға қорқып жүрсіз ба, сізді алып қашады деген сияқты. Жоқ, достар, жалпы мен ешкім алып қашпайды. И ол кісі де енді сержанда историясында мен Ақеркен алып қашайын деп жатырмын деген әңгіме айтпаған ғой. Может быть, басқа бір қызды алып қашқысы келген шығар енді, бірақ ол менің мінезімді өте жақсы біледі. Мен не только алып қашу, менің қалауымсыз орындалған кез келген нәрсеге өте қатты қарсы болып қалатын адаммын. Мен мінезім қатты екенін де білесіздер, мінезім өте қатты шығып кетеді. Сондықтан ол нәрсе үшін емес, просто дала ыстық болғаннан кейін ештеңе жақпайтыны бар. А так сол жаңалық жоқ. Қалдарыңыз қалай? Мен қазір покупка жасауға бір күшті жерге келгенім бар. Стористарды қарап отырыңыздар, қыздар үшін өте қажетті дүниелерді көрсететін боламын қазір. Әдемі қалдым. Барлығын үйге барғаннан кейін көрсететін боламын. Бірақ одан бөлек енді бұл жерден оптом алатын болсаңыздар, егер де отправка болатын болса, басқа бір қаладан заказ беретін болсаңыздар, сіздерге оптом товарлар жіберетін болады. Ал Алматы қаласының тұрғындары болатын болсаңыздар, келіп қалаған нәрселеріңізді таңдап, қалаған суммада өздеріңізге алып кете аласыздар. Сондықтан міндетті түрде астында көрсетілген сілтемемен өтіп, осы магазинге кіріп жазсаңыздар болады. Алматы қаласында орналасқан. Сол мен өзімнің не алғандарымды барлығын ертеңдері көрсететін боламын.